Баяғыда бір ауылда аңшы болыпты. Ол аңшының кішкентай баласы мен келіншегі бар екен. Аңшы күнде аң аулауға шығады екен. Күндердің бір күнінде аңшы аң аулап жүргенде алдынан қасқыр кездесіп, аңшы қасқырды садақпен атып алады. Содан сол қасқырды терісін сыпырып үйіне алып келеді. Сонда аңшының келіншегі: неге бұл қасқырды өлтірдің? Бұл қасқыр еркек екен. Бұны өлтірген үшін енді бізді кегін алмаса болды, деп әйелі ренжиді. Содан аңшы: қойшы, не олар дейсің? Ештеңе де болмайды, деп қасқырдың терісін төрге іліп қояды. Күндер өтеді, күн жылынады. Оға дейін ана қасқырдың ұрғашысы келіп, күнде оларды аңдып жүреді. Қайтып мен мыналардан кек алсам екен деп. Сөйтсе олардың кішкентай баласы бар екен. Қасқыр сол баланы күнде аңди бастайды. Қашан жалғыз қалады екен деп. Содан күн жылынады. Қасқыр күнде аңдуын тоқтатпайды. Бір күні жаз келіп, бақшаны жинауға аңшы, аңшының әйелі, баласы үшеуі бақшаға барып, алма теруге барады. Сол кезде аңшының әйелі баласын кішкентай бір жерге жатқызып, өзі алма теруге кетеді. Соны аңдып тұрған қасқыр кішкентай баланың мойнынан тістейді да орманға қарай алып кетеді. Аңшы мен аңшының әйелі оны іздеуін тоқтатпайды. Бүткіл ауыл боп іздейді. Таба алмайды. Қасқыр болса баланы алып кетіп, оны өзінің баласындай қарап, сүтін беріп, тамағын беріп, қарап, бой жетіп, ер жетеді. Ол бала қасқырлар не істесе соны істеп, жабайы боп, қасқырлармен бірге өседі. Содан бір күні ол адам қасқырды ауылдың бір тұрғыны көріп қалады. Содан ауылға барып, мұнда бір жабайы адам бар, жабайы қасқыр бар, деп жар салады. Содан ауыл боп іздеп таба алмайды. Аңшы да іздейді, таба алмайды. Күндер өтіп, жылдар өтіп, бір күні аңшының әйелі кетіп бара жатып, қасқырдың баласын байқап қалады. Қарап қалса, өзінің баласы екен. Оны арқасындағы қалдан біліп қояды. Содан ол шешесіне барып жақындап келіп, қарап тұрғанда анасы баласы екенін танып, сен менің баламсың деп тұрғанда, ар жақтан аңшы келіп, баланы атпақшы болады. Сонда әйелі: бұл біздің баламыз, атпа, деп айғайлай бастайды. Бүткіл ауыл жиналып, баланы ұстамақшы болып, өлтірмекші болады. Сонда анасы қарсы тұрып,
ешкімге атқызбастан, сөйлеткізбестен қасқыр баланы жібере салады. Содан қасқыр бала өмір бақи қасқырдың жәнінде болады екен.